Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Гүлсая. Бүгін сіздерге керемет дәмді әрі жұмсақ болып шығатын миксерсіз жасалатын кекстің рецептімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қараңыздар, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басыңыз. Ең алдымен таза ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып, видеодағыдай салып аламыз. Және үстіне қантты 3 бөліп қосатын боламыз. Видеода көргендеріңіздей 3-ке бөліп, венчикпен жақсылап араластырамыз. Сол кезде қантыңыз толықтай еритін болады. Қантымыз толықтай ерігеннен кейін үстіне ерітілген сары майды қосып тағы да араластырамыз және сүтімізді құямыз. Егер сізде сүт болмаса, айран құюларыңызға болады. Тағы да араластырамыз. Енді илікке ұнымызды саламыз және үстіне бір ас қасық қопсытқышты салып, сол иліктің ішінде жақсылап араластыратын боламыз. Жақсылап араластырып алған соң, аз-аздан қоспамызға осылай қосатын боламыз. Барлығын бірдей қосып жібермейсіздер, ол кезде венчигіңіздің әлі келмей қалады, яғни жақсы араласпай қалады. Мінекей видеодағыдай осындай қоспа шығу қажет. Енді осыны 10 минутқа қойып қоямыз. Енді протеинге кекстің формаларын саламыз. Мен үстіне осындай бір реттік қолданатын кекстің формасын салатын боламын. Маған осылай ыңғайлы, егер сізде ол болмаса, салмасаңыздар да болады. Барлығын осылай салып шығамыз. Енді барлығына бір ас қасық көлемінде осылай видеодағыдай құйып шығатын боламыз. Және де ортасына салмасына мен вареный сгущенка салдым. Егер сіздер солай салатын болсаңыздар, міндетті түрде качествосы өте жақсы болуы керек, яғни ағып кетпейтіндей. Үстіне жарты қасық қоспаны құйып шығамыз. Яғни біздің вареный сгущенкамызды жауып тұратындай болу керек. Енді осыны 180 градусқа 30 минутқа пісіріп аламыз. Пісіп жатқан кезде пештің қақпағын ашпайсыздар. Мен кекстерім пісті, өте дәмді, иісі де керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте оңай, миксерсіз жасалады. Менің видеом ұнаса, каналға тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басыңыз. Сіздермен болған Гүлсая.